Барлықтарыңызға сәлем, сізді каналымда көргеніме қуаныштымын. Мен қысқа дайындықты бастап кеттім, сол үшін күнде әртүрлі видеолар салатын боламын. Бұл жерде дайын заправкалар, соустың түрлері, қысқа көкөністерді қатыру, жидектерді қатыру, барлық видеоларын күнде салып отырамын. Сол үшін қазір каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда сіздерге видео көрінетін болады. Ал қазір борщқа арналған осындай дайын заправка жасаймыз. Ол үшін бізге керек ингредиенттер бұл бізде пияз, қызылша, болгар бұрышы, сарымсақ, ащы бұрыш және де сәбіз керек. Уақыт өткізбей барлығын турап алайық. Пиязды ұсақтап тураймыз, болгар бұрышын ұсақтап тураймыз, ал қызылша мен сәбізді осылай теркадан өткіздім. Чеснок пен ащы бұрышты да ұсақтап турап алдым. Енді үлкен ыдысымызға майды құямыз және пиязымызды саламыз. Барлық граммовкасын астында описанияда қалдырдым, уайымдамаңыздар. Енді пиязды жақсылап қуырып аламыз. Осындай жұп-жұмсақ болып, суы тартылып, осындай түссіз болған кезде үстіне біздің сәбізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, бетін жауып қоямыз, сәбіз біздің жақсылап жұмсарғанша дейін қуырамыз. Міне біздің сәбізде осылай әдемі болып жұмсарды, және біздің астындағы майымыз осындай оранжевый түске боялады. Сол кезде екі түрлі бұрышты саламыз, яғни тәтті бұрыш және де ащы бұрышты. Тағы да бір араластырып аламыз. Енді біздің қызылшаның барлығын бірден саламыз. Қазір қызылша біраздан кейін басылып, көлемі кішірейетін болады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді дәмдеуіштер, бұл жерде лавр жапырағы, қара бұрыш, тұз қосамыз, қант қосамыз. Барлығын қанша қосатыны описанияда жазылған. Және де тәтті паприканы қосамыз. Сосын бізге 6 немесе 9% уксус керек болады. Уксус біздің қызылшаның түсін осындай әдемі қып-қызыл бордовый қылып ұстап тұруға көмек береді. Енді бетін жауып біраз қуырып аламыз. Біздің қызылшамыздың барлығы әдемі болып жұмсарады. Бір 5-10 минут қана жеткілікті. Одан кейін ұсақтап туралған немесе езілген сарымсақты, чеснокты яғни қосамыз. Сосын 3 қызанақты помидорды езіп аламыз измельчителден немесе ет тартқыштан, сосын соны қосатын боламыз. Ешқандай су, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Енді осы біздің массамызды 35-40 минут қайнатамыз. Арасында ашып араластырып тұрсаңыз болады. 40 минут қайнағаннан кейін толығымен суытып аламыз. Міне менің заправкам суыды. Қараңыздар, түсі сондай прямо қанық қызыл болады, бордовый, өйткені уксус біздің қызылшаның түсін ұстап тұрады. Енді бұны біз даже осылай салқын күйінде салат қылып жеуге болады, немесе ыстықтай жесеңіз де болады, немесе борщқа қоссаңыз болады. Осындай пакеттерге өлшеп, бір жасағанда қанша қосасыз, соны өлшеп жауып қойсаңыздар болады зип пакетке. Сосын морозильникке жібереміз. Немесе кәдімгі стерилизация жасалған банкаларға жауып қойсаңыз да болады. Менде осы рецепт бойынша осындай 5 пакет шықты, яғни 5 рет борщ жасауға болады. Рахат, кез келген уақытта сорпаңызға картоппен капустаны ғана қосасыз, содан кейін дайын болған кезде үстінен осы заправканы сала-саламыз, борщ дайын болады. Ендеше видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, және комментарийға тағы да қандай рецепттер күтесіз, соны жазып кетсеңіз де болады. Алдағы уақытта әлі пайдалы видеолар өте көп, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.